Сәлем достар, бүгін сіздерге таңғы асқа немесе түскі асқа дайындалатын өте жеңіл жұмыртқа мен қызанақ қосып дайындалатын шакшука тағамын дайындайтын боламын. Құрамының барлығын төменде описание бөліміне жазып кетемін. Құрамы өте қарапайым ингредиенттерден тұрады. Алдымен қызып тұрған майымызға жуаны турап қуырып аламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыз. Жуаны ұсақтап турап алыңыз. Осындай көлемде турап, бұдан да ұсақ қылуға болады. Қызып тұрған майымызға салып қуырамыз. Жақсылап жуамыз, жұмсарғанша қуырамыз. Оның үстіне тәтті болгар бұрышын ұсақтап турап саламыз да тағы да қуырамыз. Енді бізге сарымсақ пен қызанақ керек болады. Қызанақты үкіштің көзінен өткізіп аламын. Сарымсақты да ұсақ көзі үкіштен өткізетін боламын. Жуамен тәтті бұрышты осылай қуырамын. Бізге қызанақтың ішіндегі суы керек болады. Міне осылай болып шығады. Үкіштен өткізген кезде осыны табамызға саламыз. Тұзымызды саламыз. Қаласаңыз бұрыш салуға болады. Жақсылап қуырып аламыз. Және үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз. 3-4-еуінде салуға болады. Осылай бетін жауып 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Піскеннен кейін бетін ашып, бетіне көкшөп салуыңызға болады, салмауыңызға болады, сыр себуге де болады. Ол өз қалауыңыз бойынша. Енді достар, жасап көріңіздер. Бұл өте оп-оңай, күнделікті жұмыртқаны қуыра бергеннен осылай түрлендіріп жасасаңыз да болады. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы. Коммент бөліміне тағы да менен қандай рецепт күтесіздер жазып кетсеңіздер болады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар.